down, please. Who is absent? Let's go Zermito. Heel. On your knees. Use your back hand. Back. Shoulder, back hand. Sit down, please. Балалар дәптеріңізді ашып, бүгінгі айтымды жазып, тақырыпты жазып аламыз. Біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы алгоритмді программалау практикалық жұмыс. Мақсаты Python программалау тілінде тапсырмалар моделін жасау, алгоритм тестировкасын жүзеге асыру. Балалар бірінші спикер таңдап алайық. Бізде спикер бүгінгі сабақта Жансая болсын. Жансая әрқайсымызды тапсырмадан кейін бағалап отырады. Бағалау парағына смайликтер жабыстыру арқылы бағалайды. Біз топқа бөлініп алайық. Топқа бөліну үшін пазл әдісін қолданамыз. Пазл әдісі арқылы топқа бөліп аламыз. Топқа бөліну үшін сіздер мұнан келіп пазлдарды таңдап аласыздар. Қандай таңдап аламыз? Тақтаға іліп қойсаңдар болады. Өте жақсы, тақтаға іліп қоямыз. Достық, елдердің достығы, иә. Нұрсая, сізде не деп тұр? Бірлік туралы, иә. Жапырақтарына не деп? Адалдық, келісім, мейірімділік, бірлестік, әлем. Бізде жақын арада халықаралық ұлттар күні болғандықтан кішкене бүгінгі тақырыпқа сол туралы сіздерге қосып өттім, иә, танысып өту үшін. Отырамыз орнымызға, өте жақсы. Бірінші топ бізде Айтолқын, Жансая Айып болды, екінші топ Нұрсая мен Нұрахмет болды, иә. Қайнеке кішкене шағын видеоларды көріп алайық. Деген ұғымды бірінші орынға қоятын отансүйгіштікке, татулық пен даналыққа негізделген. Басқа діндер мен саяси көзқарастарға достықпен қарайтын ғасырлық тарихы бар арды біріктіреді. Қазақстан біздің отанымыз. Келесі балалар біз сабағымызды бастамас бұрын техникалық қауіпсіздік ережесін еске түсіріп алайық, иә. Ол бізде крестиктер, нөліктер әдісі арқылы еске түсіреміз, иә. Жаңа бізде топ-топ бөліндік, Нұрсая Нұрахмет және келесі топ, иә. Бізде бірінші топ, екінші топ күн жақтар, иә. Қанеке, енді бұлай істейміз. Еске түсіріп, бір-бірден айтамыз, және X крестик нөлдерін қойып отырамыз, иә, тақтаға шығып. Бірінші топ бастасын, қандай техникалық қауіпсіздік ережесі көрдіңіз? Біз компьютердің алдында 665 65 па? Келесі топқа өту керек па? Қанша отыру керек? 670 айын. Кішкене қателестім, жақсы. X қойыңыз, иә? Өте жақсы. Келесі топ бізде қандай қауіпсіздік ережесін бірінші тапты? Жақсы. Келесі топ дайындалып отырамыз. Қандай білеміз? Өзің қалаған жерге қойасың. Қателестім. Келесі
бағдарламаның программалық коды сіздерде берілген бірінші сурет 125 бетте. Қанекей Python бағдарламасын іске қосамыз. Келесі S бізде тең болады бірге. Программаны іске қосамыз. Сақтап аламыздар. Run модулі арқылы береміз. Сақтаймыз. Іске қосылды. Мысалы 5 санын кіргізу керек болды бізде. Жауабы 125 санның факториалын тауып тұр. Сіздерде шығарып көріңіздер. Асып қайтсе болады. Мысалы жансая көбіге өте дұрыс. Әрбір элементке мән беріңіздер. Берілген сіздерді сияқты екінші суреттегі енді бұны қосқан кезде run модулі арқылы бізде n санын енгіз деп шығады. Бізде мысалда берілген қандай сан енгізу керек? 8. Мысалы оқып жүрші 8 кітапта. 8 5 4 126 бет мысалы деп тұр ғой, енгізу керек сандар. 8 плюс 4, 8, 6, 5, 69. Нәтижесінде макстен болсам керек. Минимум бізде 4 деген сан болу керек. Көріп тұрғандарыңыздай тақтада максимум 9-ға тең болып тұр, минимум 1-ге тең болып тұр. Енді бұл есепті өздеріңіз шығару керексіздер отырып. Қатесіз, ешқандай синтаксисті қате кетпеу керек екен. Өте жақсы, дұрыс, бірақ қате кеткендерге 1 балл қоямыз, қайтадан істегендерге 2 баллдан қойып отырамыз. Дұрыс істегендерге. Мысалы жұмыстың 2 есебін бітірдік. Келесі бізде кішкене демалу сергіту сәтін жасап алайық. Макс тең 9. Сандарда дұрыс көрсетіліп тұр ма? Максимум бізде бірінші неде 9, екінші сан, өте жақсы. Масая, программа кодын жазғанда бірінші қандай сан шығу керек? Кім біледі? S тең 0-ге тең болады. Біріншісінде өте жақсы. Берілген S тең input, K тең 7, while S үлкен кішкентай 30-дан S тең S қосу 2 көбейту K, K тең K қосу 2 плен K. Бұл жерде қандай қателіктер болып тұрсыңдар? Бағана input деген кізу керек бізге. Ал тағы бір қателік бар? Қай жерде бар? К-дан кейін қанекей балалар сабақты біз бекіту үшін ұшақ әдісін пайдаланамыз. Не туралы айтылған? Бұл жерде students write one question about today's lesson on the sheet of paper. Students may play out of a sheet and play it to the next group. The next group answer. Группамен отырамыз, бағана өтерге кішкене жақындаймыз, самолет жасаймыз, және қант шарттарымызды қоямыз самолетқа. Ресімді ғой? Мынаумен аламыз, машина бір сұрақ жазамыз. Келесі топ, алуға оқимыз. Бірмен ең сандардың
айым бізде маған бәрі түсінікті болды деп түсінгенімізде айтылған сабақтан алған әсерім өте жақсы, барлығы